Қалайсыздар, оқырмандарым? Бүгін біз шақшақ дайындайтын боламыз. Осындай жұмсақ, әдемі шақшақ шығатын болады. Алдымен сіздерге керек заттарды таныстырайын. 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны ыдысқа осылай салып аламыз. Вилкамен осындай алып араластырып аламыз. Осындай разырғы етіп бір қасықтай ұнға араластырып, сосын барып жұмыртқаға салып илей береміз. Жұмсақ қылып илейміз. Жұмсақ қамыр шығады бізде. Осындай алып қамырымды илеп алдым, жұмсақ болды. Енді осыны ары қарай жая береміз. Міне осындай алып жайып алдым, жұқа қамыр шықты. Жұқа қылып жайған жақсы. Сонда жақсы шығады шақшақтарыңыз. Осындай болып шықты. Міне осындай алып кесіп алдым, 4 бұрыштап. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша кессеңіздер болады. Енді ары қарай мен табаға майымды қыздырып, қатты қыздырмаймыз, жай отта қыздырып, қатты қызып кетеді, майымыз күйіп кетеді, шақшақтарымыз. Осындай алып жай отта пісіріп аламыз. Көп уақыт кетпейді пісіруге, 10-15 минут кетеді. Осындай алып пісіріп алдым. Осындай болып шықты. Енді сгущенкасын құйып жатырмын. Сгущенка 1 банка кетеді. Осылай құйып, негізі араластырмаймыз. Араластырсақ езіліп, сынып кетеді. Міне осылай қағып алып отырмын мен. Араластырмаймыз, араластырсақ уже формасын жоғалтып, шақшақтарымыз сынып кететін болады. Енді осындай шақшақтарымыз дайын болды. Жей берсеңіздер болады. Үстіне мак салдым. Мактың орнына шоколад салсаңыздар болады.